баласына әдебиетке, мәдениетке көңіл бөлуіміз керек. Оның үстіне мына өсіп келе жатқан ұрпақты сол ата-бабамыздың дәстүріменен, үрдісіменен тәрбиелеуіміз керек. Ең негізгі біздің енді мақсатымыз осы мәдениет үйінде ертең ең бірінші жастар, екінші мына өздеріңіз, мына ағаларымыз, апаларымыз осында көбірек келу керек. Осы жерде көптеген іс-шаралар болу керек. Жамбыл ауданында үлкен қуаныш болып жатыр. Болат Қосшы ауылдық округінде мәдени ошағы болған жоқ етін. Осы уақытқа дейін біз мынау барлық ауылдың мәдени іс-шараларын мектептер болмаса жазғы алаңдар бар, сол жерде өткізетінбіз.